Құбылса да заман мен қасыр қалай, шықпай қоймас жүзін бұлт жасырған ай. Әз қалдырып кетсе де кең далаға, іздеушісі болмаған асылдар ай. Сұрапыл соғыста оралмаған боздақтардың ерлігі мәңгілік жүрегімізде. Әбілхан Қастеев. Әбілхан Қастеев атамыз 1904 жылы Алматы облысы Жаркент маңында дүниеге келген. Ол қазақтың әйгілі кескіндемешісі, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушы. Ұлы жүздің Суан руынан шыққан. Еңбек жолын Түрксіб темір жолында қара жұмысшы болып бастады. Міне 1932 жылы салынған әйгілі Түрксіб суреті. Міне бұдырларда көрініп тұр. Мен өте қуаныштымын. Түпнұсқа суретін көргеніме Әбілхан атамыздың өз қолынан салған сурет мына жерде. Суретші бұл суреттерді өте сезімталдылықпен салғаны көрініп тұр. Қазақ даласындағы ең алғашқы техникалар. Бұрын тек оқулықтардан көріп жүрген Шоқан портреті. Менің бір естігенімде Әбілхан атамыз жастайында бір байдың малын баққан екен. Сол бала Әбілхан байдың жалшыларына қалай ұрсатынын айнытпай тасқа шиыршықтап салатын көрінеді. Содан сол жалшылар мәз болып, қуанып, күліп Әбілханға «Сен ауылда қалма, осы суретіңді дамыт» деп ерекше қолдау көрсеткен екен. Сөйтіп жолы ашылып 1929 жылы Хлудов пен Бродскийден Мәскеуде сабақ алады. Суретшінің әр суреті ерекше көңіл күй сыйлайды. 1938 жылы салынған сатып алған қалыңдық суреті айтпаса да түсінікті, бұл сурет өзі сөйлеп тұрғандай. Байшал қызға қарап қутыңдап күліп қояды. Сол кездегі әділетсіздік, жоқшылық, надандық әрекеттерді Абай атамызда көп айтқан болатын. Бозбала Абай портреті 1945 жыл. Суретші қолтаңбасы Барниковтың суреттері. Бұл мұражайдан көптеген дарынды суретшілердің туындыларын көретін боларсыздар. Әбілхан атамыз туған жердің табиғатын, ондағы адамдардың психологиясын ерекше көңіл сыйлап бізге жеткізе білді. Гүлфайрус Смайылова апамыздың суреттері. Күләш Байсейітова жібек рөлінде 1962 жыл. Атамыздың мінезіне келетін болсақ, өте қарапайым, ақ көңіл болған адам. Бірде Әбілхан аға қолына кетпен ұстап бақшада жұмыс жасап жүрсе, бір көршісі қашаның ар жағынан сығалап тұрса керек. Бір-біріне жақындап амандық сұрасқан соң, көршісі «Осы үйге бір атақты суретші келді дейді, соны естуіңіз бар ма? Сіз білетін шығарсыз, дейтін көрінеді. Аңыздай көрінген адамы мұнша қарапайым болады деп ойламаған шығар мүмкін. Мына суреттер 14-15 ғасырда салынған тарихи жәдігерлер.
Әбілхан атамыздың жүрегі, жаны өте нәзік еді. Бірнеше рет инфаркт алған. Сондай-ақ ол жануарларды өте жақсы көрген. Өзінің бағатын көгершіндері және жолбарыс атты иті болған. Ауруханадан үйге алып келе жатқан көлік бұрылыстан көрінгенде екеуі үнсіз ұғысады. Әбілхан ағаның сөзі: Құдай бақты барлық адамға бірдей береді. Оны ұстай алу өзіңнің құзырыңдағы іс. Ұшырып алсаң, өзіңнен басқа ешкім кінәлі емес. 1973 жылы аты аңызға айналған суретші дүниеден озды. Әбілханның 100 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде атап өтілуі барша қазақ көркем өнеріне деген құрметі. Бұл кімнің үйі? Жұмағұлдікі. Жасай берсін Жұмағұл. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясындамыз. Көп жылдық тарихы бар. Менің атым Қожа Алдаркөсе, және де көптеген тарихи кинолар осы Қазақфильм киностудиясында шыққан болатын. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясындамыз. Алматының өте тарихи жерлерінің бірі. Қазақфильм киностудиясы ұсынады. Мингу пригонит из Руси 40 000 мужей. Қазақфильм 1934 жылы құрылды. 69 жылы тек деректі фильмдермен айналысты. Ең алғаш 1938 жылы Амангелді көркем фильмі көпшіліктің назарына ұсынылды. 1967 жылы Әмен Хайдаровтың Қарлығаштың құйрығы неге айыр мультипликациялық фильмі. Қазақфильм киностудиясына 84 жылы Шәкен Айманов атындағы атағы берілді. Қазақстанның тәуелсіздігі ұзағына болсын, тұғырлы болсын. Желтоқсан желі ызғарлы демекші, биыл желтоқсан оқиғасына 35 жыл тура. Бұнда көптеген жастар Ербол, Ләззат, Сабира, Қайрат ағаларымыз, жастарымыз өз жанын бәйгеге тігіп, шырылдап, осы тәуелсіздікті сақтап қалу үшін күрескен болатын. Солардың рухына тағзым етуге келіп тұрмыз міне. Мен қазақпын көңіліндей аймағы, аңсап күткен тәуелсіздік айғағы, пырағында ұлан ұстап биікке, желбірей бер желбіресін байрағы.